Саламатсыздар ма? Менің көрермендерім. Бүгін мен сіздермен бұқтырылған қырыққабат дайындаймын. Алдымен майымызды құйып алып, қызғаннан кейін үстіне пиязымызды турап саламыз, жуамызды. Сонан соң кішкентай төртбұрыштап етімізді турап аламыз, етімізді салып, қуырамыз, жуамызбенен. Онан соң тағы да төртбұрыштап сәбізімізді аршып, сәбізімізді турап, сәбізімізді саламыз, сәбізімізді қосып қуырамыз барлығын. Сәбізімізбен етіміз жуамыз қуырылғанша, піскенше. Қырыққабатымызды онда төртбұрыштап турап аламыз. Өздеріңіз білесіздер, ұсақтап турауларыңызға да болады, ұзыншалап. Мен өзім осылай төртбұрыштап тураған жақсы көремін. Сосын томат пастасын салып, үстіне қырыққабатымды салып, манағы турап дайындап қойған тұзымызды салып, мен дәмдеуіштер қосам, тұз салам. Сосын шамалы өзіңді суы шығады қырыққабаттың. Шамалы суымызды құйып, бір-екі қасық жай отқа астын бастырып, жай отқа бұқтырамыз. Менің отбасымда қырыққабатты жемейтін балдарым болғандықтан, мен бетіне 5-6 картошка аршып салып жібердім. Қырыққабатымызды түбі жасып қалмап үшін былғап қарап тұрамыз. Осылай бетіне әбден пісіңкіреп қалғанда қырыққабат ұзақ уақыт піседі. Картошкамды салып, осылай пісіріп алдым. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, ұнап жатса.